Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып 67 сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз синоним дегеніміз не? Бірінші 9 жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Ол досың ба, жолдасың ба? Ол досым да, жолдасым да. Жатқа жазамыз балалар. Қарамен жазылған сөздерді мағынасына қарай салыстыр және бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жуық екенін дәлелде. Тілімізде білдіретін мағынасы бір-біріне жақын, бірақ дыбысталуы әр басқа сөздер бар. Мысалы, әдемі, көрікті, алыс, шалғай. Мұндай сөздерді синоним сөздер деп атаймыз балалар. 10-шы жаттығу тақырыбы бойынша өлеңнің мазмұнын болжа. Шынықтыр сен денені. Теңізші боп егерде, жүзем десең тереңде. Белден басып мұз қарды, кезем десең шыңдарды. Түлеп ұшар жас қанат, болам десең ғарышкер. Шарлау үшін әуені, қуат керек әуелі. Жігер керек, от керек, ерлік керек, еп керек. Ол үшін ең керегі, шынықтыр сен денені дейді. Дүйсенбек Қанықбаев. Өлеңнің жалпы тақырыбы бойынша айтқан ойларыңды өлең мазмұнымен салыстыр. Қарамен жазылған сөздердің синонимін тауып көр дейді. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер қуат және ерлік сөздері. Бұл сөздерге синоним болатын сөздер күш, қуат, ерлік, батырлық. 11-ші жаттығу синоним сөздер тауып, оларды жұптап жаз. Абайлау, қашық, байқау, ер, биік, батыр, есті, зәулім, шалғай, аяз, қорқақ, суық, үркек, ақылды сөздер берілген екен. Енді бұл сөздердің синоним сөздерді тауып жұптап жазайық. Абайлау, байқау, қашық, шалғай, ер, батыр, биік, зәулім, есті, ақылды, аяз, суық, қорқақ, үркек. Және балалар синоним сөздер тілдің байлығын көрсетеді, сөздік қорды байытады. Яғни синоним сөздерді біз айта берсек, көбірек сөз біледі екенбіз, көбірек сөзді жаттайды екенбіз балалар. 12-ші жаттығу Әли мен Маржан синоним деп есептейтін сөздерді оқы. Олар синоним сөздерді дұрыс таңдады ма дейді. Әли шынығамыз, тынығамыз, жетілеміз. Және Маржан тастай, салқын, мұздай сөздерін алған екен. Бұлар синоним сөздерді дұрыс таңдаған екен, өйткені сөздің мәндері бір-біріне ұқсас. Келесі 13-ші жаттығу ребусты шешуіндегі сөздің синонимін тап дейді. Біріншіде алды деген сөзден ал деген буынын аламыз және сиыр дегеннен әрпін, сағат дегенде с әрпін аламыз, сонда алыс сөзі шығады екен балалар. Және алыс сөзіне синоним болатын сөз ұзақ. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетеміз. Сау болыңдар.